Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кенсіз пайдалы қазба деген не? Суреттерге назар аударайық. Эврика мен Негеш Астана опера театрына барды. Театрдың баспалдақтар мен еденін жасауға қандай материал пайдаланылғанын түсіндіре аласың ба? Оны қайдан алады? Осы материалдан тағы не жасайды? Жауап беріп көрейік. Театрдың баспалдақтар мен еденін жасауға мәрмәр материалы пайдаланылған. Ол көбінде құрылыстарда, ғимараттарды әрлеуде қолданылады. Қолдану себебі бұл материал өте мықты, қатты, суда ерімейді, ауа райы әсерінен мүжіліп кетпейді және өте әдемі жылтыр көрінеді. Сол себепті де бұл пайдалы қазбаны құрылыста қолданады. Келесі суретке назар аударайық. Бұл суреттер неден жасалады? Фотосуреттерде не бейнеленген? Бұл материалдарға не ортақ? Олар не үшін қажет екенін анықтайық. Бұл екі суреттерде саз балшықты қолданған, немесе топырақты суға еріту арқылы құрылыста қолданады. Фотосуреттерде саз балшықтан жасалған құмыра және баспана құрылысына қажетті кірпіштерді байланыстыру үшін қолданылып жатқан саз бейнеленген. Бұл материалдарға саз балшық ортақ екен. Олай болса, саз балшықты біз топырақтан аламыз. Ал топырақ туралы не білеміз? Осы туралы білетінімізді толықтырып жазып көрейік. Топырақ бұл жердің өсімдік өсетін үстіңгі қабаты, өсімдіктердің, жануарлардың, климат жағдайларының және адамдардың әсерімен өзгерген жер бетінің үстіңгі борпылдақ қабаты болып табылады. Оның басты қасиеті қандай? Топырақтың бойындағы басты қасиеті оның құнарлылығы, яғни өсімдіктерді сумен, басқа да қорек элементтермен қамтамасыз ететін бірде-бір қабілеті құнарлылық болып табылады. Топырақты құнарлығын арттыру үшін не қосады? Яғни топырақты жердің құнарлығын арттыру үшін ең алдымен органикалық тыңайтқыштарды қолданады. Дымқылдың, судың жетуін қадағалау маңызды болады. Арам шөптерді жұлмай қопсытады, немесе тағы да басқа әдістерін осы құнарлығын арттыру үшін адамдар жасай алады екен. Олай болса, кенсіз пайдалы қазбалар дегеніміз не? Фосфорит, әктас, ас тұзы, сазды кенсіз пайдалы қазбаларға жатқызады. Олар неліктен кенсіз деп аталатынын түсіндіріп көр. Оқулық қосымшасындағы картада шартты белгілер арқылы кенсіз пайдалы қазбалар еліміздің қай аймақтарында таралғанын бірге анықтайық. Яғни кенсіз пайдалы қазбалар дегеніміз құрамында металл болмайтын пайдалы қазбаларды айтамыз. Оларға тұз, құм, саз және мәрмәр бірнеше пайдалы қазбаларды жатқыза аламыз. Кенсіз пайдалы қазбаның пайда болуы. Яғни кенсіз пайдалы қазба тау жыныстарының шөгінді және магмалық жолдары арқылы пайда болады екен. Шөгінді дегеніміз түрлі табиғаттағы түрлі заттардың шөгуінен пайда болады. Яғни шөгінді кенсіз пайдалы қазбаларға саз, құм, әк, тор, мәрмәр, тұз, тас жатады. Ал магмалық кенсіз пайдалы қазбаларға гранит және асбест жатады екен. Кенсіз пайдалы қазбалардың қолданылуы. Яғни біз кенсіз пайдалы қазбаларды өмірде көп қолданамыз. Оларды мысалы саз балшықтан жасайды, асбесттен жасайды, фосфордан жасайды және құмнан жасайды. Оларды біз тұрмыста да көптеп қолданып, пайдаланып жүрміз. Олай болса, кенсіз пайдалы қазбаларға тоқталайық. Жеке-жеке қарастырып өтейік. Бірінші бізде ас тұзы. Ас тұзын күнделікті өмірде өте жиі қолданамыз, оны біз тамаққа қосамыз. Келесі асбест. Асбест таңғажайып зат, табиғаттан ол талшықты жіп түрінде алынады. Одан мата жасауға болады. Мұндай мата отқа жанбайды, сондықтан одан өрт сөндірушілердің киімін жасайды. Келесі пайдалы қазбалардың түрі ол асыл тастар. Кенсіз пайдалы қазбаларға асыл тастар да жатады екен. Және де ең маңызды ол саз бен құм.
Саз жұмсақ тау жынысы, күйдіріп кептірілген саздан жасалған бұйымдар тастай берік болады. Кез келген пішінді жақсы сақтайды. Саздан кірпіш, плита, цемент, керамикалық құбыр, бояу, фарфор, фаянс сияқты өнімдер жасалады. Алғашқы фарфор бұйым 620 жылы Қытайда жасалған. 1000 жылдан астам уақыт бойы өндіріс әдісі құпия сақталып келді. Құрылыста құмда саз, әктас немесе гранит сияқты маңызды. Ол бетон, темір және автомобиль жолында беллас жасау үшін әрі платина мен дамба жасағанда пайдаланылатын материал. Таза кварц құмнан және арнайы қоспадан терезе әйнегі, ыстыққа төзімді химиялық ыдыстар, хрусталь және тағы да басқа бұйымдар жасалады. Ал сен білесің бе, пайдалы қазба асбест ол отқа жанбайды. Сондықтан одан ыстыққа төзімді пеш мұржасын, өрт сөндірушінің киімін жасайды. Зауыт жұмысшыларының қолғабына, сырт киіміне асбест талшығын қосады екен. Олай болса, кенсіз пайдалы қазбалардың шартты белгілеріне тоқталайық. Егер де мынадай белгі болатын болса, картада бұл тұз өндіретін аймақты білдіреді. Мынадай белгі болатын болса, бұл фосфор, мынадай белгі болса, бұл асбесттің өндірілетін кен орны орналасқан деген сөз. Ас тұзының ең ірі кен орны Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсы Қылыш кентінде орналасқан. Фосфорит фосфордың көзі болып саналады және Қаратау тауларында өндіріледі. Мұғалжар тауларының магмалық жыныстарынан асбест түзіледі. Сондықтан Қостанай облысының Жітіқара қаласында асбест өндіріледі екен. Оны картаға қарап анықтай аламыз. Ойлан, тұз қалай пайда болады? Жер асты тұзды сулары, тұздықтар, тау жыныстарының құрамындағы тұздардың үздіксіз еруінен пайда болады екен. Ас тұзы кендеріне тұз өндіру ашық және жер асты кен қазу тәсілдерімен немесе бұрғылау ұңғымалары арқылы су айдап еріту және судағы тұзды тұндыру арқылы жүргізеді. Есіңде сақта, кенсіз пайдалы қазбалардың көбі шөгінді жыныстарға жатады, олар жер бетіне жақын орналасады. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.